тұра берсін ал. Өшін тұрса тұра берсін, ештеңе істемеңіз ал. Қараңыз, пешеходный переход бар, алыстан қараңыз. Жоқ па? Адам жоқ па? Адам жоқ. Екі жан алыстан қараңыз. Бұрыңыз. Және пешеходный переход, қараңыз алыстан. Адам бар ма, жоқ па? Жоқ. Бұл жерде негізі 40-пен өту керек пистаты жүре ма? Өшіріңіз поворотникті. Енді біз главный жолға шығамыз қазір. Сол жақ поворотник қосып қоя саламыз. Думанға келе жатырмыз. Думанда курсантымыз күтіп тұр бізді. Сол кісіні рөлге отырғызамыз. Тәтемізді қазақ фильм жаққа үйіне апарып тастаймыз. Айнаға қараймыз, айнаға. Болды. Өшіріңіз поворотникті. Алматы қаласы, достар, Алматы қаласы. Асықпаймыз тәте. Қазір мына жерде таксилер, автобус тоқтап қалуы мүмкін, ана жерде светофордан өткеннен кейін ше. Сол үшін асықпаймыз. Халық арена жағы, Думанға келе жатырмыз. Думанда қазір Думанның светофорында тәтеміз ауысады. Артта келе жатырмын 378 АФ-02 дейді. Қандай машина артта келе жатырмын? Біздің артымызда келе жатыр ма бұл кісі? Так, асықпаймыз. Вождение 2 сағаты 12 теңге Меруерт ханым. Газ. Тура, е? Тура. Газ. Такси жоқ ене, тоқтайтын. Тура жүре береміз өз полосаңызбен. Такси ана жерде тоқтап қалуы ме? Жоқ, осы жерге тоқтайды, оны адамдарға тоқтайды ше. Сізді осы жерге тоқтайды. Біз просто артында тұрып қаламыз да. Таксилер тура жүре береміз, тура. Өткенде жүре келген. Мына светофордан оңға бұрыламыз ба, или оңға светофорға жетпей ма, оңға бұрылатын жер болу керек. Так, бар екен, бұрылатын жер бар екен. Поворотник қосамыз да. Оңға? Айнаға бір қарап қоямыз, е. Жаймен. Мына жерден кіреміз қазір оңға, жарай ма? Тормозды плавно басып, осы жерден оңға бұрыламыз. Жай. Тура осы жерден? Осы жерден оңға бұрыламыз деп кешеден бері айтамын да. Бұрыламыз осы жерден, бұрыңыз оңға. Резко бұрыңыз. Мешітті көріп, мешіт бөтіп өтіп. Солға бұрыламыз енді. Газ. Бұрыңыз солға жылдам. Бұрылыңыз. Рөлді жылдам түзелейміз. Ой, молодец. Мына жерге тоқтаймыз қазір, оң жақ поворотник. Мына жерге тоқтаймыз. Осы жерге тоқтаймыз. Жақындап кішкене. Мына жолды жоқ қылмайық. Дәл осы жерге тоқтаймыз. Стоп. Нағыз қойды ме? Стоп. Тоқтадыңыз ба? Енді? Парковка, ручник. Парковка, ручник. Ручник наны басам ба? Басыңыз. Қатты басыңыз. Көмітсі ме? Сәлеметсіз бе? Сразу рульға ма или потом ба? Болмаса артында отырыңыз, мен өзім айдап жүрейінші. Бола ма? Жоға. Бұл айдағы келді ғой, мен жұмысым уақытым. Болды, сіздің уақытыңыз қараңыз. 10 минут даже уақыт өтіп кетті, болды, сіз артына отыра беріңіз, енді рульге қарындасыңыз отырсын. Кетейін, ертең таңертеңге мен жасаңыз. Сағат 10-ға, 11-ге. Жоқ, онда адам бар ше, 8 бола ма? Таң атпай 8? Онда жарайды. В общем, кешке сізге жауабын айтам қазір, 8-ге онда, Тормоз басып тұрыңыз, сол аяқпен бір басып жіберем. Солға қарадың ба? Бұрыламыз, рөлді жылдам түзелейміз. Мына машина разворот жасап жатыр ғой, сол жерден қос поворотникті. Мына жаққа. Сол жақ поворотник қосамыз. Осы жерден разворот жасаймыз, жарай ма? Асықпаймыз, осылай келеміз. Жүре бер, үлгермей қалдық. Кішкене жылшы алдыға. Кішкене, тағы кішкене жүреміз. Тағы кішкене жылшы алдыға. Стоп. Кеттік ана маркет етті, налево до конца бұрамыз. Бірақ арғы полосаға байқа, мынау жібермеген арғы полосадан кеп қалуы мүмкін біреу жан. Стоп. Енді оңға до конца бұрамыз, артқа жүреміз, жылдам. Тормоз жібереміз. Жай газ басшы, жай газды бас. Жай бас, баса бер, жай бас. Қорқпа, ештеңеден қорқпа, жүре бер. Стоп. Солға до конца бұрамыз, жылдам. Жүреміз енді. Асықпаймыз. Сол жайыныңа бір қарап қой, болды. Осы 665-ің артында тұрамыз енді, жарай. Қаланың ішімен қазақ фильмге барып, тәтемізді тастап кетеміз. Так, осы жерден солға бұрыламыз, Стоп, үлгермейміз. Знактарға бір қарап қойшы, төбелек знактар көрдің ба? Стоп линияға қалай тоқтаймыз, қандас? Сызықты баспай, сызыққа жетпей ғой. Мына сызық бар ғой? Сол сызықтан біздің машинамыздың капоты жақ қойған кезде тоқтаймыз, жарай ма? Жақында. Тағы жақында. Тағы жақындаймыз, және.
Тормоз беріп жіберші. Топ. Болды ма? Көрдің ғой, біздің машинамыздың капоты жаңағы стоп линияны жапқан кезде тоқтаймыз. Сол кезде примерно 1-1,5 метр шамасында болады. Түсінді ма? Осы стоп линияны бассаң да, мына оң жағында, сол жағындағы стоп линиялар болады, сплошной линиялар. Соны дөңгелегін басатын болса, штраф. Ал алдындағы сплошной линияны машинаның бампері бар, алдың бампері. Сол жабатын болса, штраф болады. Түсінді ма? Сондықтан да светофордың түбіне келген кезде жаңағыдай дәл осылай тоқтау керек. Қай қала Алматы қаласы, қастарыңызда жолаушы бар ма дейді. Жолаушы жоқ, жолаушы қасымызда, тәтемізді үйіне апарып тастаймыз. Осы қарындасымызға дейінгі тәтені. Достар, 13:30-да прямой эфиріміз аяқталады. Сол кезде прямой WhatsApp-қа жазғандарыңыз болса жауап беремін. Қазір звондап жатырсыздар. WhatsApp-қа көп адам жазыпты. Барлығыңызға 13:30-да важен етеді. Осы думанда барлығыңызға жауап беретін боламын. Солға стрелкадан өтіп көрсетші дейді. Қандай стрелка солға? Бұл жерде стрелка жоқ, бұл жерде тек қара. Дайындаламыз, қандас? Дайындаламыз, кеттік. Бұл жерде екі полоса солға бұрылады, сондықтан да біз мына жақта сол жақ полосаға түсеміз. Оң жағымыздағылар оң жақ полосаға түседі. Дәл осылай. Молодец. Осы полосамен төп түзеу жүре береміз. Ограничение скорость қанша екен мына жерде? 60. 60, иә? Ешқандай знак болмаса, барлық жерде 60 болады. Түсінді ма? Ешқандай знак болмаса. Егер жаңағы пешеход болса, обязательно 40-пен жүру керек ол жерден. Аяқ астынан адам шығып қалуы мүмкін. Немесе 40, 50, 70, 80, 30 деген знактар болса, сол знакпен жүреміз. Сол знакта көрсетілген скоростқа дейін жүреміз. Түсінді ма? Так, біз қазір болды. Қандас жақсы айдап жүрсін. Енді жақсы айдағанда өз машинамен келіп тұрсың ғой думанға дейін. Просто мен мына жаққа бүйтіп шығады ғой, поворот. Перестроение жасайды. Сол кезде кішкене болды. Жүре бер, тура жүре бер. Газ. Өз полосамызбен төп түзіп жүре береміз. Так, мына жерде қарындас қара,